Здравствуйте. Здравствуйте емес қазір МК-лар ғана қалды деп қалды. Саудагер Кирилл. Аға, мыналар қанша? Қанша бересің? Жа, серьезно. Серьезно, қанша бересің? Вечерге барайын дедім, киімдер бар ма? Бар ғой ана. Егер құсам дейтін болсаң, налар жақсы деп қайтып кетеді да, құсығың ше, сразу ше. Егер қызыммен барам десең, налар жақсы, жаңа жып-жылы құшақтап отқан. Егер біреудің қызымен барам десең, абайлап жүре бүгін. Жігітіге қап, жаңа інім, мен саған айтайын да ше, мынаның көк жері пілдің қолтығынан жасалған. Пілдің қолтығын көргесін бөлсе, міне осындай болады, осы. Мына жасыл черепашки ниндзя бар ғой? Соның 4-ші сериясы шықты, білген? Қош па? Көрмедің бе? Ну, бірақ действительно пілдің қолтығынан жасалған. Мыналардың качествосын қарашы, інім. Жыртылды ғой, братан. Өткенде де біреуін жыртып айым. Жүрші, басқа аяқ киім көрші. Жаңбыр жауғанда жаңбыр өтпейтіндер бар ма бір? Бар ғой, міне. На жаңбыр жауып атқан кезде как раз киіп алып үйде отырасың, жаңбыр өтпейді. Когда қар жауғанда? Анау салтына кеп отыр, жүнді қарашы оңырап. Малсыңдар ма, таза жерден алып атсыңдар, не но? Дәмі жаман ғой, сап-сары. Ауырып жүр ғой, қош менде система қалдап жүрмін ғой. Жан, жүрші қайтайық үйге, аяғымнан өтіп кетті мен. Жан, жауап бір айтпайсың ба, менде киіз ұтарақ бар ғой, қазір берем. Қой, керем. Жоқ, жаным, қазір берем, жонда берем. Мал, мен саған лақтырып кеткенді көрсетем. Жында бер тұрса, бастарыңа мұзға далып қалмасын, алдымен басыма мұзға далып қалған ғой. Сен алынбай кейін жыл суғып жүріп зорға алдық қой. Кім Елмираға атайын деп атсың ба, ішіне тас салбашы. Мә, қар күшті жауды ғой, не ма, шомылдырмайсыңдар ма мені? Қош, жаурап кет. Жай, күресек шонда, кешті ғайт. Неғып сонша жаурап тұрсын, ішінен гамаж кимегесін, бәк кейіп алмайсың, бәртен ұрпақсыз қаласың ғой. Не болды? Жаным, не болды? Сенің жынды класстастарың. Медет, кеше неге субботникке келмедің? Апай просто үйде кішкентай ініме қарайтын ешкім болмай қалды, сонымен келмей қалдым. Сен же Асқар. Мен қоймыз, апай. Ей, так Асқар читай. Имя существ. Апай маған суши жегісі келіп отыр. Асқар не мектепте очки киіп отырсың, шеш очкиіңді. Ағай, Асқардың көзі көрмей қалды, ол түнімен сварка жасаған ғой, сонымен вообще көрмей қалды көзі. Өтірікші, не айтып отырсың? Көрдіңіз ба, апай? Та жаным. Өтірік. Мына кітаппен оқысаң, миы кіреді дейді ғой. Қойш? Сергей Александр Пушкин 1847 және 49 жылда. Және 40. Апай мына кітап қуып кетті деген кітабыңыз. Және беттеріңе жаным байланам, ұнаттым сені жай ғана, бас кетті. Чисті ауылдың темасы. Мына мен шығасың ба? Жоқ, шықпайым. Өзіңнен кішкентай ерланнан қорқасың ба? Жоқ, шығамын. Мына мен ше, мына мен. Я шығам. Немен шығасың ба не? Жоқ, ау тәді. Сен не қылшы? Серік күні барда бір тапанан сұра. Кешке таман мамам нан жауат, сөзді әкеп беремін ақылма? Бачық. Ләпші, қалай жағдайсың? Жақсы жаным, өзің қалайсың? Неге жұмсап ете? Тәді. Не қылып нан әкелдің ба? Нан жоқ етер. Жоқ емес, сен есіне шығам ғой, ешек. Ешек оңпақтың киносын көрдің ба? Нандай жана, бәң қаттың ба? Сая саған тейді қаяқ деген жалап өтті ғой, құмаша еу. Жапырақ қойып істейсің да. Қош. Аға бұдан не көрінеді сонда? Кішкентайсың сені, не қаласың, жапшы. Сенің жынды класстастарың. Дұрыс сабағында шашки ойнаймыз. Ой, ағай, шашки ойнағанша, біреудің тағдырымен ойнайық та ғай. Ей! Әлпияты естайсың ба не? Малсың ба? Африкада қаншама ел тамаққа, суға ақша таппай отқандар бар. Пят естайсың ба дейді ғой. Таиланд сияқты мемлекеттерде екі жыныстылар бар екен, осындай балдар. Прикинь? Ей, сондықтан қыздар, біз сияқты бір жынысты таза еркектерді бағалаңдар. Азайып баратыр. Біз қызыл кітап бәрін шығарып жазып қойсаңдар. Медет, сен Асқарға 10 мың теңге бердің, сенде қанша ақша қалды? Асқарға 10 мың теңге бермеймін. Жұрттың маған ақша қарсы, сізге берсем беретін жер, маған бермеймін ақша. Басқаша айтсаң, саған алма деп қойсын. Мақалды жалғастырамыз, еңбектің наны тәтті. Қыздардың ерін тәтті дейсің. Ей!
Сенің официант роднойың. Эй! Мал! Админ ба деп қорқып кеттім ғой şimdi. Десейші бастай қадым. Первыйға не бар? Сорпа бар ғой. Второйға? Сорпа бар тоже. Беседке. Тоже сорпа сататын жер ғой мына негізі. Кешке кездесіп, бетіңнен сүйіп. Сізге емес, тәте, мен 4-ші столикке барам, қазір. Сосын звондаймын, давай. Қазір я анандайға толтыра білесің ғой, әкетіп баратқан ортаға екеп құлатып алған ғой. Енді реттеп атсам, артыма қарқыз админ тұр ғой. Ертесіне жұмыстан шыға жер ғой. Кімді? Админді. Мен тасымен кірген ғой, шықпай ғой. Чоқтан, братан. Брат, кішкене артырасың ба? Братан, не тапсырыс бересің, братан? Қандай тамақтар бар? Братан, айтсам сенбейсің ғой, біздің ресторанда Кәусардың ішінде жирафтың тізесінен жасалған сорпа бар ғой. Өтірік айтпашы. Айттым, айтсам сенбейсің. Қандай басқа